Миды жүректі тыныштандыру. Мидағы ақпараттар желі жүйесіз, ретсіз болғанда өзіңізді бір танымайтын біреудің тойында дәл музыка ойнап тұрған колонканың түбінде ешкімді, тіпті өз даусыңды естімейтіндей жағдайда тұрғандай сезінесің. Мида тыныштық болмаса, жүректе де болмайды. Мұндай жағдайдың қандай зияны бар? Бір іске ақпаратқа фокусыңды тіктеп, концентрацияңды жинақтау, саналылықты қосу, түпкі ниетті анықтау қиын болады. Мұндай халде өмірінде жиі кездесетін әртүрлі жағдайларға қатысты дұрыс шешім қабылдау мүмкін емес. Себебі миында тыныштық жоқ, адамның қабылдаған шешімі мас адамның қабылдаған шешімімен бірдей болады екен. Бұл нейропсихологтардың зерттеуінің нәтижесі. Сондықтан да кей адамдар қалай ғана осы әрекетті жасап қойғанымды білмей қалдым деп жатады. Мысалы, бүгін ғана бір келіншек жазады: көмектесіңізші, инстаграмда ақшанды айналдырып беремін деген парақшаға ақша салып, енді телефон көтермейді, алданып қалдым деп. Расында бұл келіншектің миында тыныштық болған жоқ, оның миы ақпаратты саралай алмады. Түк істемей ақша көбейеді деген ертегіге сеніп қалды. Концентрация жасап ойланса, аналитика жасаса, мұндай батпан құйрықтың болмайтынын түсінер еді. Аналитика жасау үшін мида ол функцияға орын керек. Неше түрлі керек емес пайдасыз ақпаратқа толып қалған мида қайдан орын болсын? Күн сайын қалаулымның кейіпкерлері қалай ұрысып, жарысқанын түрік пен корей сериалдарында жылап-сықтап жібермей көретін, сыныптастардан бастап туыстармен бітетін WhatsApp чаттың түгін қалдырмай кімні не істеп, кіммен не үшін ұрсып қалғанын анықтап отыратын, инстаграмдағы негативті посттардың, оппозицияның сыни жазбаларындағы комментарийді оқып, пікір жазып, тағы да басқа пайдасыз ақпараттарды сараламайтын адамда дәл өзіне керек кезде миында орын болмай қалады. Демек, ми мен жүрек тыныштығын орнату үшін ең алдымен өзіне пайдасыз ақпараттан бас тартып, ақпараттық диетаның гигиенаны сақтау қажет. Тіркелген әлеуметтік желідегі аккаунттарды реттеп, артық парақшалардан тазарт. Дамуына, ой өрісінің өсуіне, жақсы әдет қалыптастыруға үлес қоспайтын парақшалардың бәрімен қош айтыс. Сценарийі негативке толы, психологиялық установкалар қойып беретін сериалдардан бас тартқаның дұрыс. Мүлдем көрмей демейміз, дегенмен асқазанына түсетін әрбір тағамды талғап жегендей миына ақпаратты да саралап ал. Рухани кәсіби өсуіне әсер ете алатын туындыларды табу қиынға соқпайды. Қажетсіз ақпараттан тазартқан миымыз бен жүрегімізді түбегейлі тыныштандыру үшін тағы не істей аламыз? Бұл жолда зікірматик құралын пайдалансаңыз болады. Зікірматик дегеніміз электронды таспиғ. Сұқ саусаққа ыңғайлы келіп, бас бармақпен нүктесін оңай басып отыруға арналған ыңғайлы құрал. Оны кез келген мешіт алдындағы дөңгіргіштен сатып ала аласың. Бұл құрал әрдайым қолдарында жүрсін. Себебі тәспі Алланың үнемі зікір етуге, Раббымызды әрдайым еске түсіруге өте ыңғайлы. Сан қилы шаруамен жүріп, қолымыз көбіне бос болмауы мүмкін. Бірақ тіліміз бос қой. Миымызды түрлі негатив ойлармен шаршатып, қажет емес ақпаратпен қинағанша зікірге, яғни Алланы ұлықтауға көшкеніміз дұрыс. Ми шаршаса, санамыз шаршап, жүректі уайым басады. Бұл біздің жанымызға да, тәнімізге де өте зиян. Ал мұның бірден бір шешімі жаратушымызды үнемі еске алып тұру. Мысалы, банкте кезекте тұрған сәтте немесе көлік кептелісінде тұрсан, қолына зікірматикті ала салып, Аллаға шүкір, Аллаға сансыз мадақ, Алла кемшіліктен пәк тәрізді сауапты сөздерді айтатын болсақ, миымыз позитив күйге түсіп, жаман ақпараттарға, жүрегімізге салмақ салатын ойларға жол бермейді. Мида жүрегіңді тынышталып, дұрыс шешімдер қабылдай бастайсың. Егер ойымызды өзгертетін болсақ, өмірімізді де өзгертуге мүмкіндік туады. Өйткені Алла Тағала қасиетті Құран кәрімде бір қауым өзін өзгертпейінше, Алла оларды өзгертпейді деген. Егер ойымызды бақылау қиын болса, онда миға ақырындап жаттығу жасау керек. Оның күшті құралы зікірматик екенін айттық. Тілімізбен үнемі жақсы сөздер айтып, зікір айтып жүрсек, Алла берген тіл
деген нығметті пайдалы дүниелерге, жақсы нәрселерге жұмсайтын болсақ, онда ойымыз да түзеле бастайды. Тілге фильтр қою автоматты түрде ойымыздың дұрысталуына да алып келеді. Шүкір етуді ұмытпау. Таңертең тұрғандағы алғашқы әрекетіміз Аллаға деген шүкіршілікпен басталуы керек. О Алла тағала, бүгін де сен мені ояттың, сансыз шүкіршіліктер болсын деп, шама жеткенше әлхамдулиллах сөзін айтуды әдетке айналдыр. Ұйқыға жатар мезгілде де о Алла, өзіне сансыз шүкіршіліктер болсын. Бүгінгі күніме, бүгін берген барлық нығметтеріне, бойымдағы күш-қуатты жеткізгеніне, аман есен өзімнің отанымда, өзімнің жақындарыммен бірге тағы да жылы төсегімде ұйқыға жатқаныма сансыз шүкіршіліктер болсын. О Алла тағалам, бүгін жасаған күнәларым болса, біреуге ауыр айтқан сөзім болса, кешірші, және барша мұсылмандарды кешіріміне бөлеші. Мен де оларды кешірдім. Менің ақыма кіріп кеткендер болса, кешірші деп айтып жүретін болсақ, біздің Алланың рақымына, мейіріміне қадамдарымыз жақындай береді. Ең болмағанда зікір матикпен астафируллах, қазақша мағынасы Алла кешірші деген истиғфар айтып жүр. Кім Алладан үнемі кешірім сұрап жүретін болса, Алла тағала оған әрдайым қиындықтан шығатын жол тауып береді. Құран тыңдауды әдетке айналдыр. Музыка тыңдауға уақыт табамыз ғой, рухынды қуаттаудың тағы бір жолы сол күнделікті музыка тыңдағанымыздай әрдайым Құран тыңдауға да уақыт бөлу. Басында 1-2 күн нәпсі қарсыласуы мүмкін, бірақ уақыт өте келе Құран тыңдай бастағанда жүрегін, жан әлемін ләззат ала бастайды. Ұялы телефон арқылы немесе көлікте Құран дискісін қойып тыңдауға болады. Қазіргі таңда арнаулы орындарда да Құранның қазақ тіліндегі аудармасы қатар айтылатын дисктер де сатылады. Шындығында бұл әрекеттің барлығы да жанның азығы. Рухын тойса, қуаттанса, миын да жүрегін де тыныштық табады. Осы айтқандарымызды амалға асырып, өзің көз жеткізе аласың.